Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін үй жағдайында бар заттармен голубцы жасайтын боламын. Мына бақшадағы тәтті бұрышым. Осыны енді ішіндегі дәнектерінен тазалап алып жатырмын. Ішіндегі дәнектерін бәрін тазалап аламыз. Картопымды жуамды ашыдым бірге. Тазалап болдым. Осыны енді жуып аламыз. Картопымызды тумалақтап турап алып, осыны енді соломка етіп тураймыз. Сосын төрт бұрышты етіп тураймыз. Картопымды турап жатырмын. Картопым. Енді қызанақты да осылай тураймыз. Қызанақты да төрт бұрышты қылып тураймыз. Көкөністердің бәрін бірдей қылып тураймыз, төрт бұрышты қылдырып. Уақтап. Қызанақтың сөлі болған жақсы. Енді жуамызды тураймыз. Оның да төрт бұрышты қылып тураймыз. Жуа да турап болдым. Жуасы молдау болған жақсы. Енді сәбізімізді тураймыз. Барлық көкөністерді мен бірдей қылып турадым, төрт бұрышты қылдырып. Сәбізді де турап аттым, төрт бұрышты қылдырып. Сіздер де осылай турап жасап көріңіздер. Бәрін турап болдым. Менде үйде фарш бар, сода жасаймын. Фаршымызды әбден араластырып аламыз. Осыған дайын турап қойған көкөністерімізді саламыз. Сәбіз саламыз. Жуа саламыз. Қызанақ саламыз. Енді картопымызды саламыз. Осының бәрін араластырамыз.
әбден араласу керек. Енді менде тұздалған фарш болғасын мен ұсақталған бұрыш салам, қара бұрыш. Бәрін әбден араластырамыз. Фаршым дайын. Осыған енді күрішімізді, бір қайнап піскен күрішімізді саламыз. Күрішімізді салып жатырмын, жуылып қайнаған, бір қайнап піскен. Енді осы дайын бұрыштарымызға фаршымызды саламыз. Ішін көп толтырмай саламыз. Күріші үлкен болып өседі. Дайын фаршымызды болгар тәтті бұрышына саламыз. Менде кілең жасыл түсті, бір тек қызыл түсі бар. Тақшаның тәтті бұрышы. Осылай бәрін саламыз. Бұрышым дайын. Енді осыны кастрөлімізге су құйып, газге қоямыз. Қайнап болғанға үстіне анаға болгар дайын тұрған болгар бұрышымызды қойып 45 минут пісіреміз. Салған фаршым болгар бұрышыма салған. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.